суретімді салып таңқыр как будто халық жауы мен сияқты ше. Бұл тірлік болғаннан бастап мен айтатынымды айтып қойғам, естір құлақ болса. Ал естімегенде жаңа қашқанмен қуа береді. Әлдерің бір қатынға ғана кел. Ана еркектер салып қойыпты кілең. Мына жеріне сақал қойып алып, бүйтіп салып қойыпты. Мен артында бүйтіп мен нем тұр видеомды алдына мен видеомды шығарып қойдым. Біз сондай қазақпыз ғой, кілең бәрі соғысқа алға деп әйелдер кетеді де артқа өздері жатып қалады. Біз сондай елміз. Естисіңдер енді мен инстаграмым кетіп қалып, қуаңдар, бүкілін қуаңдар, той жасаңдар, Шерзатты ұмытып кетіңдер вообще. Апасымен не болып жатқан жағдай ол қалды. Миллион адам жинап көкпар берсеңдерші, көкпар беріңдер, дірілдеңдер, дірілдеп атқа шаптыңдар. Өткенде кетіп бара жатырыңдар ғой машинамен. Айтпақшы, жеттіңдер ма, не алдыңдар? Біз бара жатырмыз, ойбай, кортеж жасап жатыр енді. Жеттіңдер ма? Что-то көрінбейсіңдер. Талғар қаласындағы соңғы жағдайларға байланысты блогерлерге отписка челленджі басталып кетті. Соған орай Ақерке Арыс есімді шымкенттік блогерге өте көп арыздар түскен болатын. Соған байланысты осы блогердің инстаграм парақшасы бұғатталып қалып, енді ол басқа аккаунттан оқырмандарына сөз қатты. Онымен қоса Рыспала Икрамбай есімді блогерде өзінің жазылушыларына мынандай сөз қатты. Сүрген өмірлеріңді ағарған жүндеріңді міндетсініп, тілдеріңе, жақтарыңа сүйене бермеңдер. Заң бәрімізге ортақ. Дұрыс ұшпаған құс, дұрыс жүгірмеген аңды сылтауратып, әбден мені жан-жақтан әркім сотқа беріп, сотқа да етін жүйретіп тастадым. Апама сәлем айтыңдар. Ағарая, ты не моя уровень, понимаешь? Енді мынандай нәрсе болып жатыр. Міне, кімнің кім екенін баняға бармай-ақ білесің дегендей. Жаңағы мына просмотрлар өтпей жүрмей қалған, енді блогер болайын деп жатқандар бар ғой енді. Солар кәдімгідей, мен вообще түсінбеймін осы қалай үйтіп айтады деп бас аяқ жоқ білмейді, әңгіме қаяқтан шығып жатыр, зерттемейді. Оларға анау өзінің постына сап қой, осындай деп әйтеуір бірдеңе айтып просмотр жинап. Солар күшті отыр қазір. Зор, солар күшті болып жатыр. Сөйтіп ана 16-15 жасар